Мант істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар. Таза ысымызға суымызды құятын боламыз. 2 пиала су құйдым. Тұзымызды салып, 1 қасықтай, дәу қасықтай май құятын боламыз. 1 жұмыртқамызды жарып аламыз, араластырып, иленген ұнымызды алып, қамыр қып илейтін боламыз. Осылай қамыр қып илеп болған соң пищевой пленкаға жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Оған дейін пиязымызды майдалап турап, төрт-үштап турайтын боламыз. Дайындап қойған фаршымызды алып, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұзымызды салып, әбден араластырып аламыз қолымыздың көмегімен. Холодильникке салып қойған қамырымызды алып, 2-ге бөліп, біреуін холодильникке салып қойдым. Біреуін есе жайып алатын боламыз. Біртіндеп осылай жайып аламыз. Жұқа жайып алсаңыздар болады. Парақшама тіркеліп алыңыздар, жоғалтылмау үшін. Жұқа қылып жайып болған соң, осылай видеодағыдай оқтаудың көмегімен бөліп, төрт-бұрышты қылып бөліп алатын боламыз. Осылай төрт-бұрышты қылып істеймін. Ровно шығады. Мантываркамызды майлаймыз, әдемілеп тұрып. Қамырымызды жайып аламыз, төрт-бұрыштап кесіп алған фаршымызды саламыз, дайындап қойған пәңгілдегі. Осылай қылып, видеодағыдай қылып түйетін боламыз. Осылай әдемі болып шығады. Қарама-қарсы беттерін істейсіздер. Оп-оңай. Сонда әдемі болып шығады, осылай істесеңіздер. Екі жақтарын қарама-қарсы беттерін түйіп аламыз. Енді мантываркамызды салатын боламыз. Майлап қойған мантываркамызге. Осылай тізелеп қойамыз. Қайнап тұрған суға мантываркамызды саламыз. Осылай 45 минутта пісіп қалады. Ас болсын. Оңай және тез дайын болады. Дәмді болып шығады осы рецептпен. Май, пияз, томат қылып басқа сковородкаға осылай тұздық істесеңіздер болады бетіне. Парақшам пайдалы, жоғалтылмау үшін тіркеліп алыңыздар.